2017 жылы 13 қарашада Астана қаласында қоғамдық кеңестердің алғашқы республикалық мәжілісі өтеді. Қоғамдық кеңестер институтын құру 100 нақты қадам ұлт жоспарында бекітілген. Қолданыстағы заңнаманың шеңберінде былтырғы жылдан бастап 4000-нан астам адамның қатысуымен 229 қоғамдық кеңес қызмет істейді. Жұмыс барысында кеңестермен 200-ден астам әкімдердің 16 орталық және 1300-ден астам жергілікті атқарушы орган басшыларының есептері тыңдалды. Қоғамдық кеңестерде 600-ден астам әлеуметтік маңызы бар мәселелер талқыланды. Нормативтік құқықтық актілердің 9000-нан астам жобаларына ұсыныстар берілді. Қоғамдық кеңестердің алғашқы республикалық мәжілісіне парламент депутаттары, республикалық және аймақтық кеңестердің мүшелері, мемлекеттік органдардың өкілдері, қазақстандық және халықаралық сарапшылар қатысады. Белгілі қоғам белсенділері, үкіметтік емес ұйымдар, саясаттанушылар және блогерлер панельдік дискуссиялар мен тәжірибелік семинар тренингтерде қоғамдық кеңестердің қолданыстағы тәжірибесін және мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылының тиімді тетіктерін талқылайды. Есеп беруші мемлекетті бірге қалыптастырайық.